Қалалар мен джунглей шекарасыз тоғысқан, адамдар көшеде би билейтін, ал футбол қарапайым спорт емес, нағыз дінге айналған елді елестетіп көрдіңіз бе? Ғажайып жағажайлар мен қауіпті фавелалар қатар өмір сүретін, музыка ешқашан тоқтамайтын, ал өмір ырғақ, хаос және құмарлықпен өрлеген мекенше. Бұл ел Пеле мен Неймардың отаны, әлемдегі ең керемет карнавал өтетін жер және жердің өкпесі Амазон орманы орналасқан мекен. Бірақ бұл ел контрасттарға толы, көз тартар сұлулықпен, қуаныш кедейлікпен, қылмыспен, теңсіздікпен қатар жүретін ел. Бұл қиял емес, бұл Бразилия мемлекеті. Ырғақ пен рух, шындық пен сұлулық қатар өмір сүретін ел. Бізбен бірге болыңыз және Бразилияның сиқыры мен жұмбағына толы тарихымен толық танысыңыз. Бразилия жер көлемі бойынша әлемде 5-ші орында. Жалпы аумағы 8,5 миллион шаршы километрден асады. Халық саны бойынша әлемде 7-ші орында және 215 миллионнан астам адам тұрады. Бұл ел оңтүстік Американың 47% алып жатыр және құрлықтағы 12 елдің 9-мен шектеседі. Бразилиямен шектеспейтін жалғыз елдер Чили мен Эквадор. Бразилияның ең танымал табиғи байлығы Амазонка орманы. Бұл жер бетіндегі ең үлкен тропикалық орман. Сол орманнан өтетін Амазонка өзені әлемдегі ең ұзын әрі қуатты өзендердің бірі. Миллиондаған тіршілік иесінің өмір өзегі. Алайда Бразилия тек джунгли ғана емес, елдің географиясына мыналарда кіреді. Оңтүстік шығысында салқын таулы аймақтар, орталық үстіртте шалғындар мен саванналар. Пантанал сияқты батпақты аймақтар әлемдегі ең үлкен тропикалық батпақ. Сондай-ақ Атлант мұхиты бойында 7000 километрден асатын жағалауы бар. Осы жағалауда Копакабана мен Ипанема сияқты әлемге әйгілі жағажайлар орналасқан. Мұнда мәдениет, спорт пен демалыс үйлесім табады. Оңтүстігінде ауа райы салқындау және кей қалалар еуропалық стилде салынған. Ал солтүстік шығысы құрғақ әрі күн шуақты. Мұнда африкалық әсері басым дәстүрлер сақталған. Орталықта орман мен дала арасында өзендер мен ауыл шаруашылығы жерлерінің арасында қалалар бой көтерген. Бразилияның географиялық алуан түрлілігі оны әлемдегі биологиялық ең алуан елдердің біріне айналдырады. Мұнда 100 мыңнан астам жануар түрі және 50 мыңнан астам өсімдік түрі тіршілік етеді. Оңтүстіктегі қарлы таулы ауылдардан бастап, солтүстіктегі буланған тропикалық ормандарға дейін Бразилия контрастқа толы ел. Еуропалық кемелер келмей тұрып, қазіргі Бразилияның кен байтақ аумағын жүздеген байырғы тайпалар мекендеді. Бұл халықтар табиғатпен үйлесімде өмір сүріп, ну ормандарда аң аулап, ірі өзендерден балық ұстап, жер өңдеуді өз дәстүрлерімен жүргізді. Алайда 1500 жылы үлкен тарихи бұрылыс орын алды. Атлант мұхиты арқылы жүзіп өткен португалиялық зерттеуші Педру Алвареш Кабрал осы жағалауға келіп тоқтады. Ол бұл жерлерді Еуропа үшін ашып, Португалия тағына тиесілі деп жариялады. Кабралдың келуінен кейін бұл өңірге португалиялық отарлаушылар лек-легімен келе бастады. Бразилияның жасыл ормандары әлемге қатты қажет болған ерекше қызыл бояу беретін пау-бразил ағашымен танымал болды. Осы ағаштың аты елге өз атауын сыйлады – Бразилия. Уақыт өте келе, Португалия билігі бұл аумақта өз билігін нық орнатты. Олар қант қамысы плантацияларын дамытып, елді жаһандық экономиканың тірегіне айналдырды. Алайда бұл өркендеу адамзаттық трагедиямен келді. Бразилия миллиондаған адамды ауыр еңбекке мәжбүрлеп, Африкадан ең көп құл алып келген елге айналды. 1822 жылы Бразилия отарлық бұғаудан шаршап,
Португалиядан тәуелсіздігін жариялады. Осы тарихи шешімді Португалия королінің ұлы Дом Педро I басшылық етті. Бразилия алғашында империя, кейін 1889 жылы республика болды. Алайда бұл жол оңай болмады. 20 ғасырда ел саяси тұрақсыздықты, әскери диктатураларды және әлеуметтік қиындықтарды бастан кешірді. 1964 жылдан 1985 жылға дейін елде әскери режим билік етті. Кейін демократия қайта орнап, ел тарихында жаңа тарау басталды. Бүгінде Бразилия байырғы тамырларымен, отарлық күреспен, африкалық табандылықпен және халқының мызғымас рухымен қалыптасқан ел. Бразилия Латын Америкасы мен әлемдегі ең ірі экономикалардың бірі. Ел табиғи ресурстарға өте бай. Мұнай, темір кені, кофе, соя және тағы басқа өнімдер. Бразилия әлемдегі ең ірі кофе экспорттаушысы және сиыр еті мен соя өндіруде де алдыңғы қатарда. Елдің жалпы ішкі өніміне ауыл шаруашылығы, кен өндіру, өндіріс пен қызмет көрсету салалары бірдей үлес қосады. Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай және Оңтүстік Африкамен бірге БРИКС атты дамушы державалар альянсының мүшесі. Бразилияның ең үлкен қаласы Сан-Паулу қаласы. Оңтүстік Американың қаржы және өндіріс орталығы болып саналады. Дегенмен Бразилия өз әлеуетіне қарамастан көптеген қиындықтарға тап болып отыр. Ел кедейлік, жемқорлық және әлеуметтік теңсіздікпен күресуде. Бразилияның бір бөлігі байлық пен заманауилыққа толы болса, кей өңірлері инфрақұрылымның әлсіздігімен, зорлық-зомбылықпен және білім мен медицинаның жетіспеушілігімен бетпе-бет келеді. Жұмыссыздық пен инфляция, әсіресе COVID-19 пандемиясынан кейін бразилиялықтардың көпшілігіне ауыр тиді. Дегенмен осы қиындықтардың арқасында елдің табандылығы мен жанашылдығы байқалды. Бразилия Латын Америкасындағы технологиялық орталыққа айналуда. Мұнда стартаптар мен цифрлық инновациялар дамып келеді. Ел халқы әділеттілік, жақсы басқару және баршаға бірдей мүмкіндік үшін күресті жалғастыруда. Бразилия қоғамы жарқын, ашық, әрі терең мәдени алуандылыққа ие. Бразилия халқының күнделікті өмірі мен дәстүрлері байырғы халықтар, еуропалықтар, африкалықтар ықпалымен қалыптасқан. Отбасы бразилиялық мәдениеттің жүрегі. Жиі жиналулар, жайдарлы әңгімелер мен дастархан басындағы сәттер қалыпты құбылыс. Музыка мен би күнделікті өмірдің бір бөлігі. Самба әуені көшелерде шырқалса, карнавал шеруі ұлттық мерекеге айналған. Футбол мұнда жай ғана ойын емес, бүкіл ұлтты біріктіретін ортақ құмарлық. Алайда Бразилияда өмір сүру оңай емес. Рио-де-Жанейро мен Сан-Паулу сияқты ірі қалаларда қауіпсіздік басты мәселе. Әсіресе фавелаларда кедейшілік, есірткі саудасы және қылмыстық топтармен байланысты зорлық-зомбылық жиі кездеседі. Құқық қорғау органдары белсенді жұмыс істегенімен, халық арасында оларға деген сенім аз. Бұл жемқорлық пен қатыгездікке байланысты. Осы қиындықтарға қарамастан, бразилиялықтар қонақжайлылығы, мейірімділігі мен өмірге деген құлшынысымен танымал. Олар өмірдің ұсақ сәттерінен қуаныш табады. Футбол ойыны, отбасы барбекюі, немесе достармен жағажайда өткен бір күн. Қиындықтарда да олардың бірлігі мен өмірге деген сүйіспеншілігі анық байқалады. Бразилия Оңтүстік Америкадағы ең танымал туристік бағыттардың бірі. Бұл бекер емес.
Бұл елдің табиғаты таңғажайып әрі алуан түрлі. Жер бетіндегі ең үлкен Амазонка тропикалық орманының өзі жыл сайын мыңдаған экотуристерді тартады. Амазонка өзені сирек кездесетін жануарлар мен байырғы тайпалардың мекені. Ал өзен саяхаттары мен джунгли арқылы серуендер ұмытылмас әсер сыйлайды. Сонымен қатар Бразилия жағажайларымен де әйгілі. Рио-де-Жанейро қаласындағы Копакабана мен Ипанема жағажайлары алтын құмы, көк толқыны және жергілікті тұрғындардың өмірге толы көңіл күйімен есте қалады. Бұл жағажайлардың үстінен әлемнің жаңа жеті кереметінің бірі Иса пайғамбар мүсіні көз тартады. Оңтүстікте Аргентина мен шекаралас орналасқан Игуасу сарқырамалары әлемдегі ең ірі және әсерлі сарқырамалардың бірі. Сондай-ақ әлемдегі ең үлкен тропикалық сулы батпақты аймақ Пантанал да ерекше. Мұнда ягуарлар, каймандар және түрлі экзотикалық құстар мекендейді. Ал мәдениет сүйетіндер үшін Салвадор мен Ору Прету қалалары отарлық тарих, барокко шіркеулері мен афро-бразилиялық мұраның қазынасы. Карнавал кезінде Бразилия мүлде басқа әлемге айналады. Рио карнавалы әлемдегі ең ірі әрі түрлі түсті мереке. Самбо бишілері, жарқыраған костюмдер және бірнеше күнге созылатын шеру нағыз шоу. Тау мен сарқырама, джунгли мен теңіз жағасындағы қалалар. Бразилияда әрбір турист өзіне қажет нәрсені таба алады. Бұл сұлулық, ырғақ пен өмірге толы ел. Бразилияның астанасы ұшақ пішінде салынған. Бразилия қаласы 1960 жылдары арнайы жаңа астана ретінде нөлден бастап салынған. Қаланың орналасу жоспары жоғарыдан қарағанда ұшақтың қанаты мен денесі секілді анық көрінеді. Қанаттары тұрғын аудандар, ал денесі үкіметтік ғимараттар орналасқан аймақ. Бұл ерекше жобаны сәулетші Оскар Немейер мен қала жоспарлаушысы Лусио Коста жасаған. Қазіргі таңда Бразилия қаласы Бразилияның саяси жүрегі ғана емес, сонымен қатар ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген қала. Бразилияда 100-ден астам сыртқы әлеммен байланысы жоқ немесе оқшауланған тайпалар өмір сүреді. Бұл тайпалар Амазон орманының тереңінде өркениеттен алшақ өмір сүреді. Кейбіреулері ешқашан сыртқы әлеммен байланыс орнатпаған және ежелгі өмір салтын сақтап қалған. Бразилия үкіметі олардың өмір салтын сақтау және сырқаттардың таралуын болдырмау үшін жерлерін қорғауға алған. Бұл тайпалар адамның табиғатпен толық үйлесімділікте өмір сүрген кезін еске түсіретін сирек мысал. Бразилия шоколадты сыйлайтын какао ағашының ең ірі өндірушілерінің бірі. Какао ағаштары Амазон джунглейінде табиғи түрде өседі. Бұл аймақтың ылғалды климаты олар үшін өте қолайлы. Какао қабығының ішінде орналасқан дәндер жиналып, өңделіп, біз сүйіп жейтін шоколадқа айналады. Бразилияда какао өсіру отарлық кезеңнен бері жалғасып келеді. Және ел әлі де әлемдік шоколад индустриясының маңызды бөлігі болып саналады. Шын мәнінде әлемдегі ең сапалы шоколадтардың бастауы дәл осы Бразилия ормандарынан бастау алады. Бразилия жай ғана мемлекет емес, бұл тұтас бір тәжірибе. Жасыл ормандарынан алып қалаларына дейін бұл ел сұлулық, мәдениет, күрес пен құмарлыққа толы сапарды ұсынады. Мұнда самбо әуені көшелерде жаңғырады, бірақ сонымен қатар көптеген адамдар әлі де күнкөріс үшін күресіп жүр. Жарқын түстердің, айқын үндердің және терең тамырлы мақтаныштың елі. Бразилия көптеген қиындықтарға тап болып отыр. Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік.
Бірақ халқы армандаудан, дамытудан және әлемді шабыттандырудан танбайды. Сіз бұл керемет ел туралы аз да болса білген соң, қай тұсы сізге ерекше әсер қалдырды? Пікірде бөлісіңіз және тағы да осындай тамаша елдермен танысу үшін жазылуды ұмытпаңыз.